1986 жылдың 26 сәуірінде адамзат тарихындағы ең ірі ядролық апат орын алды. Кей деректерде Қазақстаннан 30-32 мың адам қатысты десе, кейбір деректерде 36 мыңға дейін адам қатысқан деп көрсетіледі. Жалпы Чернобыль апаты басталған күннен бастап жабылғанға дейін жұмыс істеген қазақстандықтардың саны 36 мыңға дейін. Біз дәл қазір Балқаш қаласындамыз. Чернобыль апатына қатысқан Мусин Саятбек ағамызбен сыр сұхбат жасауға келдік. Менің аты жөнім Мусин Саятбек Кәрімұлы. Мен осы Балқаш қаласында тұрамын. Енді семьям бар. 3 баламыз бар. Енді балаларымыз ержетті, сейген. Қазір ең кішкентайымыз 10-шы класты бітіріп жатыр биыл. Енді біз 86 жылы әскер қатарына Балқаш қаласынан шақырылдық. Содан 4 күн жүріп Киевке бардық. Киевтен ары қарата біз Львов деген Украинаның бір қаласы бар. Львов деген қала, үлкен қала, сол қалаға бардық. Сол жерде әскер қызметімізді атқарып жаттық. Енді бізге 2 жылға бардық қой. Енді соны бір жылдан өткен кезде осындай Чернобыль апатының болғанын біз естіп, біздің әскерді біздің полкты түгел көтеріліп, тревогамен бізді сол жаққа апарды. Мен сол кезде барған кезде біздің машинамен Киевтен ары қарата жеткізді. Сол Припять деген қаланың шетіне біз өзіміздің палаткаларымызды тігіп, солдаттар түгел сол жерде орналастық. Өзіміздің полевой кухняны түгел сол жаққа апарған, сол жерде болдық. Барған бетте біздің енді мынау Чернобыльдің уже көрініп тұрды, көзіміз көріп тұрды, андай жерде көрініп тұрды, төбесінен вертолеттер ұшып жатты, жаңағы немен өртті сөндіру үшін. Жаңағындай сол кезде енді біз қалада, Припять қаласында тұрған кісілерді көшіруге көмекке бардық. Енді соларды жаңағы эвакуация жасап, қауіпсіз жерлерге шығарды. Сонан кейін сол Припять қаласының солдаттары түгел немен бөліп, сол жаңағы зараженный участканың бәрін біз қоршадық. Барған беттегі жұмысымыз сол болды. Сонан кейін бір қалаға жұмысқа барамыз. Сол жұмыс істеп, андай нелерді шығарып, жаңа кісілерді шығарып, сондай жұмыстарға барып жүрдік. Сонан кейін келгеннен радиационный неде өтеміз. Андай специальный не бар, сол жерде жуындырады, адам бізді қайта тексереді, жаңадан киім береді. Солай өтеміз. Сөйтіп мен осы апрельден бастап майдың аяғына дейін сол жерде болдым. Біз енді өлшеген әркімнің өзінің допустимый радиационный дозаларымызды алдық қой бәріміз. Сонан кейін айтты, біз енді Балқаш Ақтау ауданында Қызыларайда тұрғаннан кейін біз жақта семей полигоны болады. Сол жақтан бізде де кішкене барған кезде біздің өзіміздің денемізде радиационный не болды жаңағы. Сонан біз бір айда жаңағы неттік, көшірдік. Онан кейін біз енді біздің әскер қатардан бітіретін уақытымыз болған. Июнь айында уже мен июньнің 6 күні ма, сол кезде маған увольнениеге әскер қатарынан шығып елге қайттым. Енді ол кезде айтты, сендер радиационный фондыға көргендеріңді, ешкім маған нетпеңдер, фотоға түсірмеңдер деп сондай айтты. Біз барған кезде сол Киев қаласында әлемдік чемпионат өтетін велогонкадан ше. Соған келген кісілердің бәрі уже болмайтын болып қайтты. Біз солардың бәрін шығарып салуға неге бардық сонда. Радиационный жел соққаннан кейін анау жанындағы Польшаға бәріне барды ғой. Сол жақта уже кісілер возмущение жасады. Соны айтты, сендер енді ешкімдер, сендер өздеріңді қазір осы жерде жұмыс істейсіңдер, нетесіңдер. Бізден басқанда күллі совет елі ғой, түгел сол жақтан, әр жақтан келді. Қаншама техника келді, күллі көшіріп елдің бәрін, сол жақтардың бәрін жаңағы орналастырып түгел басқа жерге апарды кісілерді. Мен өзім дозиметрщик болдым сол жерде біраз немен. Дозиметрмен бізде өзі немен тексереміз киімімізді, үстімізді, шаң, радиационный нелер бар. Солар уже недет сол бетте бізді аппаратта киімімізді бәрін қайттан айырбастатсақ, оған Союздың кезінде бәрі жаңадан киім береді. Аяқ киімнен бастап, соның кейін жунасында қайттан неден өтесіз, жаңағы рентген аппарат сияқты, жаңағы адамның кеудесінен шыққан несін көрсетіп тұрады, фоннан өтесің. Егер ішінде қайта болса, қайта жуындырасың, қайта өтесің. Басында бұл радиацияның қаупін ешкім былай білмеді. Көзі көрген жоқ. Енді бізді балалар болды, действительно кейбір балалар
енді байқамай енді жүріп андай енді бізде противогазбен жүрдік, не киіп жүрдік анау күн как раз күн ыстық болды. Анау неге барған кезде не киеміз анау резиновый не киеміз, противогаз киеміз. Терлеп ыстықтайсың ғой, анау кезде етегіңе дейін су толып кетеді, почти көрдіңіз, денеңіз анау киген киіміңіз лақтырасыз, қайтадан киесіз. Барған кезде, кісілер шығарған кезде неде жүрдік қой жаңағы. Кейбірлер алып тастайды, соны фондар көп алғандар болды енді сонда. Енді біз енді көрдіңіз бе, ертең ол бәрі адамға айтты. Мен армиядан шыққаннан кейін реабилитацияда жаттым біраз, жаңағы бізге айтты енді өзіміздің мал ішіп, қымыз ішіп, жаңағы кішкене мен былай қатты неткен жоқпын. Және де ана жақта жүргенде мен өзім политехнический институттың 2-ші курсынан кеттім ғой. Енді біз радиацияның не екенін былай білеміз. Балаларға айтамыз, енді сендер байқаңдар, шешінбейіңдер, ертең мына радиация ертең ұрпақтарында болмайды деп сондай бір-бірімізге айтып жаңағы білетіндер. Сөйттік енді шыны керек. Менімен жерлестерім бар, мен осы жерге біз енді армияға барған бірге Екіс Бесен деген жігіт бар. Содан кейін Мүслімов Асқар деген бір жігіт болды, екеуміз бірге болдық. Ол жігіт осы былтыр қайтыс болды жүректен ауруынан, жаңағы неден. Өзі спортсмен болды жаңағы жігіт. Осы жерде енді сол жақтан бар тағы да Мұрзатаев Жанат деген бар, Рымқұл деген жігіт бар осы жерде. Сол көп балалар, балқашта бір 20-30 бала барды осы Балқашта, Балқаш өңірінде. Сол бәріміз бірге бір жерде бір жаста болдық. Львовтың қаласында болдық. Сол біз кеткенше сол Львовта болдық. Неден үкіметтен емделуге неге жібереді. Алматыда біздің военный госпиталь бар, соған барып бәріміз де жатып шықтық енді. Ол жерде біздің осы Балқаштан барған еще жұмысқа барғандар бар, анау трактористер болды, жаңағы бульдозермен барғандар бар, осы жердің балалар кісілері бар. Олар да біраз обучение алды енді кейіннен осы. Енді жаңағы біздің бір өзіммен сол жақтар келгеніміздің бір 5-6-ауы қайтыс болып кетті осы жақта ішінде. Ол радиацияның кесірі ма, жоқ басқа аурулар болды ма? Случилась эта авария 26 апреля, а я в то время жил в Донецке. Вот это как шарахнуло. Народ кипиш там поднял в Донецке. А осенью я развелся. В 86-м. Уехал сюда. А в 87-м здесь, в Балхаше, на учет поставили в военкомате. И обрадовались. Вот еще одного человека можно призвать куда-то. И тут меня через месяц призвали по профессии, как бы подходящий товарищ. И в июле нас собрали в военкомате, все туда-сюда. Ну, мы, конечно, не знакомы, там заочно были. Ну, поехали все. Приехали туда. Ночью приехали. Нас по машинам, в Чернобыль мы ночью приехали. По машинам туда-сюда развезли. Куда-то мы утром проснулись, уже, оказывается, мы в городках. Вот эта инициатива, можно сказать, его. Я ему как бы идею подкинул. Он там начал как бы собирать там эти самые, как эскизы, туда-сюда. Вот этот. В каком году это? Қай жылы? 14, да? Өйткені Қарағандыда қойды, Астанада қойды, Алматыда қойды, бәрінде қойып жатыр. Содан біз енді бізде бюджет болған жоқ, қандай керемет. Енді соны біз өзіміз эскизін өзіміз жасап, бір нені скульптурды жасадық, күнәні бетоннан осыны қойдық. Енді бұлар одан жаңасын қоймақшы болғанбыз, енді оған енді жағдай жеткен жоқ шыны керек. Көп үлкен кісілер қайтқысы келмей, ауылдан шықпайды. Соны айтамыз, енді түсінбейді ғой кісілер. Радиация жоқ, мен осы жерде өлемін, бармаймын деп жаңағындай адамдар болды енді. Бізде оқыс жасаған кезде. Енді біз кеткеннен кейін ол енді радиацияның жаңағы жақын жерде тұрғандардың бәрі 50 жылға дейін радиационный жаңағы нені сақталады деді ғой, енді бізге айтты. Да жаңағы кісілер көшеде жүрген балалар бар, біз иттерді аттық, ол болса да, ол неде жүрген, уже радиацияның ішінде жүрген иттердің бәрі жүндері түсіп жатыр деп сөйтіп бізге айтты сол кезде. Қатты жиын нағыз ошақтарда жүрген нелер ғой, жақын жерде тұрғандар. Жұмыскерлердің жаңағы енді
алып кетіп жатты ауырғандар, қатты жұмыскерлер жаңағыдай радиационный нелер алғандар, радиация алғандар енді мутация кейіннен болған шығар енді ол кезде уже. Бізде айтты жаңағы мынау тамақтарда мысалы сол жерде ферма, тауық фермасы болды. Жаңағы елдерге жұмыртқа мындай не алыңдар дейді. Соны айтады, жаңағы қазір дозиметрмен қараймыз, доза кейбірлерінде не болады, радиационный не болды жаңағы. Көрсетеді мынандай бізде каждымызда мынандай не болды, дозиметр болды. Каждыйның қалтасы алады, былай қарасаң көрсетеді қанша допустимо не бар. И соны біз неден өтіп жүрдік қой, постоянно жұмыс кіріп шыққан кезде жаңағы неден өтеміз, тексеріп қарайды сол кезде. Дезактивация дейді, жаңағы адамдардан кіргізеді, түгел бір-бірімізді жуындырып, жаңағы шайынып шығамыз да қайта өтеміз. Сол кезде денеңізде кішкене шаң пыль болса, ол светится, жаңағы радиация көрінеді, байқалады. Сондай болды енді жағдай.